Ит пен мысық неге араз? Ертегісі. Ертеде ит пен мысық өте тату болған екен. Екеуін де адам асырап, үйінде ұстапты. Күндердің бір күнде адамның май сіңген тері дорбаға салып, сақтап жүрген алтыны жоғалады. Қанша іздесе де табылмайды. Алтыннан айырылған қожайын күн өткен сайын уайымдап жүдей бастайды. Тапқан таянғаны ішіп жеуге жетпейді. Мұны көрген ит пен мысық қатты қынжылып, қожасының жоғалған алтынын іздеуге кіріседі. Екеуі ой қырды аралап, бармаған тауы, баспаған жері қалмайды. Ақыры титықтап үйлеріне қайтады. Ит пен мысық ұнжырғасы түсіп, үнсіз келе жатқанда, кенет қожасының май сіңген дорбасының иісі мұрындарын жарып жібере жаздайды. Ит айнала жүгіріп тіміскілеп, ақыры бір тышқанның інінен тырналап қаза бастайды. Ол көп азаптанып, тышқан тығып қойған алтынды тауып алады. «Мынаны көрдің бе?» деп алтынды мысықтың алдына лақтырады. Мысық сол кезде иесіне жақсы атанбақ болып, иттен бұрын алтынды ала қашады. Ол үйдің төбесімен қарғи жүгіріп, иесіне жетеді. Алтынды қожасының алдына әкеліп тастайды. Мұны көрген қожасы қуанып кетеді. Мысықты бауырына басып, аймалайды. Сөйтіп тұрғанда сабалақ-сабалақ болып арсалаңдап ит те жетеді. Келген бойда қожасының аяғына оралып, қыңсылап, еркелейді. Ештеңені түсінбеген қожасы итке жекіп, оны қуып жібереді. Жәбір көрген ит ызаланып мысыққа тап береді. Екеуін зорға айырған қожасы мысықты үйіне алып кетеді. Сол күннен бастап итті үйіне жолатпайды. Міне содан бері ит пен мысық бір-бірімен араз болыпты. Мысықтың тышқанға өштесуі де сол күннен басталыпты.